Баршаңызға қайырлы күн. Егерде шайға арнап тез арада әрі дәмді бір нәрсе пісіргіңіз келсе, онда осы алма қосылған пирогты пісіріп көріңіз. Уақытыңызды аз алады, әрі дәмді болып шығады. Бастысы қарапайым барлық үйден табылатын заттармен пісіреміз. Олай болса, видеоның соңына дейін қараңыз. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды саламыз. Барлық керекті заттардың құрамы мен мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Енді осы жұмыртқа мен қантты жақсылап шайқайтын боламыз. 2-3 минуттай, және массамыз осындай ақ көпіршіктелге және массасы ұлғайып көтерілуі қажет. Не болды? 2-3 минуттай шайқап алдым. Енді осы массаның үстіне бөлме температурасындағы немесе ерітілген майымызды, яғни сары майымызды құйып аламыз. Және артынша күнбағыс майын, яғни сұйық майды 3 ас қасық құйып алатын боламыз. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Мүлдем бәліш пісіріп көрмеген болсаңыз да, бір жасағаннан сәтті шығатын құпиясыз рецепт. Сондықтан видеода көрсетілгендей етіп барлығын жасасаңыз, сізде міндетті түрде шығатынына кепілдік беремін. Енді міне су майымды құйып алдым. Артынша бірден ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып салып аламын. Шай қасықтың ұшымен тұзымды да салып алдым. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап шайқайтын боламыз. Барлық жерін біркелкі етіп, жақсылап шайқап аласыздар. Шайқап болғаннан кейін сіздерде осындай масса пайда болуы қажет. Балаларым шыдамай дәмін көріп жатыр. Мен бұл пирогты күнделікті бір рет болсын пісіремін. Дайын болған массаны үйіңізде бар кез келген формаға салсаңыз болады. Формаға құймас бұрын алманың сыртын ашып дайындап алдым. Неғұрлым алманы көп салсаңыздар, соғұрлым пирогтарыңыздың дәмі ашыла түседі және өте дәмді болып шығады. Алманы аямай сала берсеңіздер болады. Міне пирогымды формаға құйып, қазір алмасын салатын боламын. Алмасын салып жатырмын. Сіздер өз қалауларыңызға қарай алмасын массаға бірден араластырып, формаға құйсаңыздар да болады. Бірақ мен осылай тізбектеп салғанды ұнатамын, сондықтан мен тізбектеп салып аламын. Алманың араларын жақын етіп, аямай салсаңыздар дәмді болып шығады. Міне бәлішіміз дайын. Енді осы бәлішті пеште 150-160 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Енді әр пеш әртүрлі болғандықтан арасында 40 минут өткеннен кейін ағаш таяқшаның көмегімен піскен-піспегендігін тексеріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай ағашым құрғақ болып шықты. Менің бәлішім дайын. 45 минут уақыт өтті. Енді дастарханға үстінен қант ұнтағын сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде 150-160 градуста пісірулеріңіз қажет, себебі бәліш көтеріліп өз бабымен піседі. Ал бәлішіміз дайын. Шай қойып ыстық шаймен ішіп алыңыздар. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсел ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.